жарайды, кезінде бұны Назарбаев деді, Назарбаевтың иелігінде болды, соның адамдары деді. Енді қазіргі жағдайда енді кім? Басқа адамдар келді. Сонда қазіргі жағдайда Тоқаевтың адамдары оның пайдасын көріп отыр ма? Ал енді бұл самұрық қазына дегеніміз монополия, таза монополия, бұны құртатындай жағдай бар. Бұны құрту керек та. Бұндай басқа мемлекетте жоқ нәрсе. Дамимыз деген мемлекетте ондай бүкіл бір экономиканың 40%-ін бір қолға, тіпті мемлекеттік қол болсын, бірақ бір қолға беріп қоймайды ғой. Оны самұрық қазынасы ішінде темір жолы да бар, мұнайы да бар, тоғы да бар, бәрі де сол біреудің ішіне ығыстырып бірінен құрып қойған жаңағы. Бұған соң бәрі де тәуелді болып қарап тұр. Ешкімді жолатпайды сырттан. Ал енді біз кәсіпкерлік дейміз. Кәсіпкерлік қайдан дамиды? Өйткені аналар бәрін басып алған. Ешкімді анаған кіргізбейді, жолатпайды. Анамен сонымен отыр. Бір кезде айтқанда бұл самұрық қазына болғаннан кейін мемлекеттік бар, мемлекеттік қолында деп айтты. Жарайды, онысы дұрыс шығар. Ал екінші жағынан қарасаңыз, одан қандай пайда осы? Халыққа, мемлекетке осы самұрық қазына не пайда келіп жатыр осы бүгінгі күні?